Сәлем, бүгінгі тақырыбымыз жылаудың пайдасы. Адамдардың күн ішінде бастан өткерген оқиғасы немесе стресс тудыратын тәжірибелер. Жылау рефлексін көбінесе көп адамдар тежейді және оны әлсіздік белгісі ретінде қабылдайды. Бірақ керісінше жылаудың денсаулық тұрғысынан өте көп пайдалы әсері бар. Бірінші пайдасы – стрессті азайтады. Жылау психикалық денсаулыққа оң әсер етеді. Стресс адамның өмір сапасын төмендететін факторлардың басында тұрады. Көз жасы стресс гормондарының азаюына көмектеседі. Сонымен қатар, жылау жүйке жүйесі үшін өте зиянды улы зат болып табылатын марганецтің денеден шығуын қамтамасыз етеді. Көз қуысындағы бездер бөлетін сұйықтық болған көз жасы стресстің туындаған улы затын денеден алыстатып, адамның стрессінің азаюына және босаңсуына көмектеседі. Екінші пайдасы – көздегі зиянды бактерияларды өлтіреді. Көз жасының құрамында лизоцим деген гормон бар. Бұл гормон зиянды бактерияларды өлтіру қызметіне ие. Сонымен қатар, көз жасының антибактериялық қасиеті арқасында көзде инфекцияның пайда болуының алдын алады. Осылайша, жылау кездегі зиянды бактериялардың немесе инфекцияның денеден шығуын қамтамасыз етеді. Үшінші пайдасы – көзді тазартады және бөтен заттардан арылтады. Жылау тітіркендіргіш, яғни тітіркендіретін заттар сияқты көзге зиян беретін бөгде заттардың шығуына көмектеседі. Көзге кез келген нәрсе түскенде жылап оны алыстату өте тиімді. Көз жасы бездерінің жұмысымен бірге көздің құрғауының алдын алынады. Төртінші пайдасы – эндорфин бөлініп, ауырсынуды азайтады. Жылау бақыт гормондарының бірі эндорфиннің бөлінуін қамтамасыз етеді. Осының нәтижесінде пайда болған көңіл-күй адамды босаңсытып, жайбарақаттануына көмектеседі. Сонымен қатар, эндорфин денеде ауырсынуды азайтатын гормон ретінде де белгілі. Осылайша, жылау ауырсынудың азаюына да үлес қосады. Бесінші пайдасы – табиғи тыныштандырғыш және ұйқыға көмектеседі. Жылау тыныштандырғыш дәрі сияқты, жылағаннан кейін сезілген әлсіздікпен бірге келетін босаңсу арқылы ұйықтау оңайлайды. Алтыншы пайдасы – эмоцияны сыртқа шығарады және жүрек денсаулығын қорғайды. Көз жасын төгу арқылы немесе стрессте болғанда жүрек тамырларының ашылуын қамтамасыз етеді. Бұл да қан қысымын теңестіріп, жүрек денсаулығын қорғайды. Сонымен қатар, жылау қан қысымын төмендетеді және бақылауға алады. Эмоцияны сыртқа шығарып, ішкі жаңартуды қамтамасыз етеді. Жетінші пайдасы – денеге зиян беретін гормондарды шығарады. Жылау жүрек және тамыр ауруларына, май, бұлшық және сүйек ауруларына әкелетін гормондардың денеден шығуына көмектеседі. Ақпарат пайдалы болса, каналыма жазылып, видеоға лайк басып кетсеңіздер, мен үшін үлкен қолдау.